Осы жемқорлықпен күрес мәселесінде сізде бір арнайы іштеріңізде, министрліктің ішінде бір тетіктер бар ма? Негізі біздің министрлікте басқаларда жалпы осы жемқорлықпен, сыбайлас жемқорлықпен күресу болса, бізде оған қоса тағы да бір өте маңызды функция бар. Біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруымыз керек. Балаларға тәлім тәрбие беруіміз керек. Сондықтан әсіресе біздің салада сыбайлас жемқорлыққа жол беруге болмайды. Ол бір. Екіншіден, әрине де көбінесе бізде көтерілетін мәселелер бұл жұмысқа алу мәселесі. Енді оны білесіздер. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Әрине. Егер біз солтүстік өңірлерді қарайтын болсақ, әрине де бұл жерде жағдай басқаша. Ол жақта көп ондай проблема жоқ. Директорлердің өзін артынан қуып жүріп, іздеп жүріп, тауып, басынан сипап, әрең дегенде жұмысқа тұрғызасын. Мен өзім мысалы Қарағандыда істедім, өйткені тапшылық бар. Мұғалімдердің өздерін іздеп, университетке барып, оны сол жерден шақырып, тиісті жағдайын жасап, сондай бір жалпы осындай мұғалім тапшылығы бар жерлерде әрине де мәселе басқаша. Бірақ әсіресе оңтүстікте дұрыс айтасыз. Енді конкуренция көп. Бір орынға деген, сол сағаттарға деген талас көп. Сондықтан бұл салада ашықтық керек, және де оған жол бермейтін арнайы регламенттер керек. Біз не істедік? Біз қазір мұғалімдерді жұмысқа алу тәртібін түбегейлі өзгерттік. Бұның алдында қалай болды? Мысалы, сіз директорсыз. Сізге келеді, екі адам келеді, екеуі екі резюме береді. Сіз өзіңіз резюмені қарайсыз да, мынау жақсы екен деп ала саласыз. Соның ішінде жақсы екен дегеннің өзінің бір астарлық мәселелері де болуы мүмкін. Жасыратын несі бар? Өйткені ол субъективті сіздің ойыңыз. Біз не істедік? Біз қазір оны біріншіден субъективті емес, оны конкурсқа шығардық. Енді сіз директор болып, мен мынаны ала саламын деп, бәленшені ала саламын деп айта алмайсыз. Өйткені біріншіден конкурс болу керек. Екіншіден ол конкурс электрондық форматқа өту керек. Үшіншіден, енді мысалы 5 мұғалім құжатын тапсырса, олар құжатын тек қана тапсырмайды. Олар жазады, мысалы, мен бәленшемін, менде магистрлық дәрежем бар десе, оған өзі балы бар. Докторлық дәрежесі болса, балы бар. Категория болса, балы бар. Өзі қолымен қойып, балдарын өзі санап, әр жаңағы көрсеткішке өзінің балы бар, оны біледі. Өзі санап айтады, ал менікі 50 бал екен дейді, қойып береді. Комиссия ол ештеңені қарамайды, ол тек қана қарайды. Менде магистр дәрежем бар деді, құжаты бар ма? Бар. Соны олар тексереді. 5 бал екен деп қарап шығады. Мынаныкі 50 бал, мынаныкі 45 бал, мынаныкі 30 бал. Сонда жаңағы ең көп бал кімде? Сол жеңеді, және де сол орынға орналасады. Сонда бұл соның ішінде сыбайлас жемқорлықты жоюдың бір тәсілінің бірі. Екіншіден, бұл әрине де ашықтықты қамтамасыз ететін. Үшіншіден, бізге сапалы мұғалімдерді жұмысқа алудың бір үлкен тетігі деп те айтуға болады. Жақсы.